Алдымен бір нәрсені ескерте кетейін, бұл жерде ешқандай спойлер жоқ. Спойлер дегеніміздің не екенін білмесеңіздер, Google'дан теріп алыңыздар. Өйткені менің астыма кейде біреулер спойлер деп жазады. Мен бұндай адамдарды бірден банға жіберемін. Өйткені спойлер дегеніміз фильмнің негізгі шешуші тұсын, кульминациясын ашып беруді айтады. Ал біз көбінесе трейлерде бар және синопсиста бар жалпы сюжетті айтамыз. Жақында үлкен экраннан мен дәстүр көрген фильмін көрдім. Қазір өзімнің ойыммен бөлісемін. Сюжетін шамамен біз трейлерінен білеміз. Қыздың зорлануы және зорланған қыздың зорлықшыл сұмға күйге беру дәстүрі. Нақтылап кетейік, бұл қазақтың шын дәстүрі емес, бәлкім псевдо дәстүр. Өйткені біздің қандай да бір фольклорымыз айшықтаған немесе тарихымыз таңып берген мұндай дәстүр жоқ. Заманауи қазақтардың бойында бар жалған намыс, өтірік ұят дейтін жегі құрт тудырған тырнақшаның ішіндегі дәстүр деп айтуымызға болады. Фильмдегі бас антагонист қоғам танымындағы ең жексұрын адам. Өйткені байдың баласы. Арысы феодалдық құрылымнан бастап берісі кеңес одағы қалай бір тәуелсіз Қазақстандағы олигархия феномені бұл стереотипті күшейтпесе әлсіреткен жоқ. Бай баласы әдетте шол жаң әңгүдік қара дүрсін әперіп бақан қызыл көз келеді. Қуаныш Бейсековтің фильмдегі Болат тура осы мінездемеге сай адам. Фильмде кейіпкерлердің есімдеріне мән берсеңіз, ондағы дүкен атаулары, мешіт атаулары, жалпы сол кеңістіктің атауларына мән беретін болсаңыз, онда тікелей бір емеурінді байқайсыз. Жалпы Кука толықметражды фильм мен клиптің арасындағы осындай бір нәзік шекараны әдейі бұзды ма, байқамай бұзды ма, біз білмейміз. Сондай-ақ мазлұмның аты Динара емес, Дариға емес, Данагүл емес, Диана. Келісіп алайық, Диана қазақ есімі емес. Грек мифологиясына сүйенсек, бұл есім құдайдай мінсіз деген меңзейді. Диана 12-де гүл ашылмаған бойжеткен, демек шынында аяулы. Бұл фильмде қазаққа тән емес нәрсе құрбан. Өйткені Диана есімді аяулы гүлді Болат есімді бай баласы таптап тастады. Менің ойымша фильмдегі актерлік ойын жақсы деп баға беруге болады. Әсіресе Болат және Болаттың шешесі, қыздың шешесі, молданы айрықша атап өтуге болады. Дәстүр фильмнің дақпырты неге күшті болып тұр? Бірінші себеп, фильмнің режиссері Қуаныш Бейсеков, ол жастар арасында өте танымал, ықпалды клипмейкер. Жай ғана клипмейкер емес, өзінің ойын ашық айта алатын, саяси көзқарасын батыл жеткізетін қоғамдық пікір тудырушы тұлға. Екінші себеп, фильм өршіп тұрған тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбын қаузайды. Үшінші себеп, пиар компанияның қуаты. Түрлі подкастта және қазіргі феминистік пайымға томпақ келетін дәстүрлерді мансұқтайтын бірнеше видеороликтің жүйелі шығуы. Төртінші себеп, фильм шынында сапалы түсірілген, операторлық жұмыс маған ұнады, дыбыс режиссерінің әрлеуі, музыка, жарық қою, сондай-ақ драматургия да жаман емес, саспенс бар, интрига бар. Енді менің өзіме қызық болғаны кульминацияның техникалық орындалуы. Оны қалай жасады екен? Бұған дейін қазақ киносында жын шайтан тақырыбы түсірілген. Мысалы, Ахан Сатаевтың Адасқан фильмі, сондай-ақ Айсұлтан Сейітовтің Қашы. Ал дәстүр бұл тақырыпқа қазаққа діни реңк берген алғашқы туынды. Менің жеке берер бағам, мұндай фильмдермен көп көргенмін. Голливудтың орындауында, Кореяның орындауында, сондықтан мен үшін бір айтарлықтай жаңалық болды деп айта алмаймын. Бірақ біздің отандық кинодағы комедиялардың фонында мұндай тақырыпқа бару айрықша құрметке лайық. Фильм феминистік, айтпақшы фильмнен түскен табысты феминистік ұйымдарға жібереміз депті. Егер астарына үңілсек, Болаттың мұндай болмағаны кінәлі адам әкесі емес. Фильмді мұқият қарасаңыз, оның сюжеттік желісін жіті бақыласаңыз, байқайсыз. Мазлұм бұл зұлымдыққа ұшыраған адам, зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы, қарғысы қабыл болады дейтін қазақта сондай бір таным түсінік бар.